Қан қысымын түсіру үшін қанша шыны көк шай ішу керек? Белгіленген мөлшерден артық та кем де ішпеңіз. Көк шайдың ағзаға тигізетін пайдасы мол. Оның құрамында бағалы заттар өте көп. Соның арқасында антиоксидант ретінде жоғары бағаланады. Көк шайды жиі ішетіндердің терісі де ағзасы да белсенді жұмыс істейді. Әсіресе суықтап ауырған кезде көк шай ішсеңіз, іштегі токсинді шығарып, зат алмасуды жақсартады. Әрі суыққа қарсы ем болады. Аталған сұйықтық ағзаға күш береді, бойдағы қорқынышты жеңеді, депрессиядан арылтады, ұйқыны реттейді. Сан түрлі дертке дауа болатын шайды мейлінше таңертең ішкеніңіз дұрыс. Йод және фтор элементінің қайнар көзі саналатын көк шай несеп айдайтын, ісікті кетіретін, ағзадағы артық суды шығаратын, несеп жолдарындағы ауруды емдейтін қасиетке ие. Көк шайдың бір емес, бірнеше дертке дауа болатынын білдік. Ал ең керемет дәрі ретінде қан қысымын реттеу үшін ұсынылады. Қан қысымын қалпына түсіретін ең арзан әрі ең пайдалы ем көк шай екенін біле жүріңіз. Сұйықтық жүрек пен қан тамырларының жұмысын реттейді. Аз мөлшердегі шай қан қысымын түсіріп, тамырларды май басудан қорғайды. Көк шай қан қысымын түсіре ме, әлде көтере ме? Көк шайдың қан қысымына тигізетін әсері, көк шайдың қан қысымына тигізетін пайдасы туралы пікір екіге жарылады. Әсіресе әлем ғалымдары мұның даулы тақырып екенін жасырмайды. Сонымен көк шай қай кезде ішу керек? Түрлі минералдар мен дәрумендерге бай көк шайды қан қысымын қалпына келтіру үшін ішу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, тек мөлшер мен уақытына мұқият болыңыз. Көк шай тамырдың серпімділігін арттырады, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Ал бұлар қан тамыр мен жүрек жұмысының кенеттен нашарлануының алдын алады. Егер сіздің қан қысымыңыз көтерілсе, бір шыны көк шай ем болмайды. Тәулігінен 5 шыны шай ішу керегін ұмытпаңыздар. Көк шайды жиі ішетіндер жүрек қан тамыр ауруларымен, кейбір онкологиялық аурулармен, диабеттің екінші түрімен, көз ауруларымен ауырмайды. Ал сіз көк шайдың осыншалықты пайдасын білдіңіз бе? Видеоны көргеніңізге алғыс айтамыз. Егер осы видео сізге ұнаған болса, достарыңызбен, туыстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.